Ассалаумағалейкум көрермендер, сіздермен болған мен Хакер KZ. Достар, қалайсыздар? Мен бүгінгі видеода бизнесменнің өмірін түсіретін боламын, достар. Бұл видео сіздерге қатты ұнапты, достар. Давай, достар, бұның үшінші бөлімі 10 минуттан кейін шығады, достар. Давай, смело лайктарыңызды басып тастаңыздар. Бұл видео до конца соңына дейін қараңыздар, қызықты болады. Так, достар, мендегі мына заттардың бәрін қаяқтан алды деп ойласаңыздар, мен мэрден барып сұрап көрдім. Менде сондай ой болды. Мэр маған береді деп ойладым. Сосын мен мэрге бардым. Одан сұрадым. Енді ол маған бермеймін деді. 100 так алмазды, достар. Енді ол кім береді деп ойлайсыздар. Сол мэрді зорға деп көндіріп, осы заттарға заказ бердім. Оның КамАЗ келуіне күттім, ол КамАЗды да, КамАЗ келуіне қанша сағат күтеді деп ойласаңыздар, жаман күтесіздер. Енді басқа айтарым жоқ, достар. Және мен мына малдарды алдым. Екі сиыр, бір қой алдым. Өйткені, достар, сиырдың бағасы өте арзан болды. Мына қой енді сәл қымбаттау. Так, енді адам күтейік. Так, достар, және кім менің фанаттарым, соны комментария жазып кетіңіздер. Және алдындағы мен мынаяқтағы затты, бүйтіп алып тастаған болатын. Көргендер болса, біледі, достар. Ал көрмегендер болса, қарап, білесіздер ғой. Так, міне. Алдына мынадай шығарып, бүйтіп жабылмаймын сондай. Так, енді адам жоқ қоя. Давай, онда мен бір CS:GO атыспа ойнап алайын, компьютермен. Так. Көке, сау болыңыз. Келіп тұрмыз біздің дүкенге. Достар, мен менде заттардың бәрін сатып болдым. Мынаяқта қызыл алманың бәрін жоқ қылды, адамдар алды, келді. Бақандай. 25 адамдай келгенше, шұбырап келді, кезек. Осыдан бері ақшалар аударды. Міне, мұнау жанат, мынаяқтағы тамақтардың ақшасы, мұнау екі жаңағы малдың ақшасы, міне көрсетіп шығайын. Міне екі малдың ақшасы. Енді бұны 2 күннің ішінде мэрге қайтару керек. Мэрге қайтармаса, ол мен точно аямайды. Так. Енді, тоқтай, есіне менің бірден шығып кетті. Достар, мен түрімізді қараңыздаршы. Менің түрім бір буынымызға ұқсап кеткен сияқты, достар. Давай бұнымен сақалын қырып, шашын қиып, үстіне киімдерін бәрін ауыстырып шығайын, достар, қараңыздар. Давай бұнымен түгел киімдерін, сақалы, мұртын бәрін қиып тастайын, қараңыздар. Давай, лайк басыңыздар осы. Кеттік, достар, біз сақалын қырайық бұны, шашын бәрін істейік. Және мынандай алмалар өтпей қалды, достар. Сұрақ өтіп кеткен дей ма? Так, кетті, давай. Енді біз сақал қыратын тауып алсақ, қауылда ешкім қалмаған ба? Және, достар, бүйтуге болады екен. Мынаяқтағы малдарды, алып, қамап қоюға болады екен. Ешкім ренжімейді екен де, Бізге адамдар мынаяқта не қылып жүр екен? Ағаш шауып жүр ме екен? Братан, жетел. Маған не тауып берші? Сақал қаратын ше, соны тауып бере аласың ба? Мен оны білем, ол менің артында жүрген жар, сол жерде қарап шық. Рахмет. Так, сақал қаратын. Екен. Сәлематсыз ба? Менің немді сақал қаратын адамды көрген жоқсыз ба? Ол адам мен ғой. Сізсіз ба? Братан, мен сақалымды бәрін қыру керек, қарашы. Мен момырға ұқсап кеттім, тоже қара. Давай, мен сақалымды қырып көрсейін, мен красавчик болып жүрейін. Давай. Давай деме. Сен үйің қайда?
Мыняқта. Қазір менің қолым бос емес. Сен бар менің үйімде отыра бер. Мен қазір өзім барам. Давай, мен күтем ғой. Айтпақшы, үйің қаяқта еді? Қай жерде тұр? Короче, ана дикке жүресің, и потом сен үйің бар емес па? Иә, мен сол үй. Өзімнің үйім бар, не болды? Сол үйдің дәл көршісі мен ғой. Сенсің ба? Менің көршім? Давай, күтем ғой, короче. Сразу шашым бәрін қиып бересің ғой. Так, кеттік. Міне осы ғой менің көршім, да? Міне осы. Не отырсың сен? Шық менің үйімнен. Енді мияқта күтіп отырады шығармын, да? Ол келем дегенше. Давай онда. Житель, көп рахмет, ақшасын төлеймін, короче, келесі жолы. Так, достар, мен, короче, сақалымды түгел қырып болдым, достар. Достар, қараңыздар, қалай түрім әдемі болды ма? Үстіне киім бәрін ауыстырдым. Шашым бәрін қырдым. Мұртым бәрін қырдым, достар. Қалай дертке алып тұрмын ба? Сізге ұнайды деп ойлаймын. Комментарияға жазып кетіңіздер түрім қалай болып тұрғанын. Так, жылы болсы деп осы киімді киіп аламын. Неге сиырдан тоқылған киім ғой. Енді сауда бүгінше өткен сияқты. Так, болды деймін, ешкім келмеген сияқты. Давай онда мен тілтеп кете берейін. Бүгінше қатты шаршадым. Сауда өткізуде қиын екен. Ақшасын қазір өзім төлеймін ғой. Так, кеттім мен үйге сразу. Ұйықтайым, құрсын. Так, саламатсыз ба? Сіз кім боласыз? Так, достар, мен, короче, шаршадым. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Лайк басып, комментарий тіркеліп, подписаться қылып, басыңыздар. Аман сау көріскенше. Сау болыңыздар.